Саламатсыздар ма? Мен Кадырханов Бауыржан Жанатұлы, Талдықорған қаласы номер 28-ші IT мектеп лицейінің 11-ші сынып оқушысымын. Осы медаль елбасы жобасы барысындағы 5 айдың ішінде қандай нәтижеге жеттім және де қалай өзгердім, сол жайлы осы бейнероликті толықтай айтатын боламын. Сондықтан бірге тамашалайық. Бұл жоба негізгі 5 бағыттан тұрады. Олар спорт және де дене шынықтыру, дарын мен дағды, ұлттық мұра, кітап оқу және де еріктілік. Мен осы бағыт бойынша жүгіруді және де турникке тартылуды таңдаған болатынмын. Сол бойынша өзіме берілген тапсырмаларды орындадым. Кейін бұл бірте-бірте әдетке айналып кетті. Сөйтіп осыдан тоқтамай басқа да спорт түрлерін, яғни футболды, баскетболды, боксты үйрене бастадым. Дұрыс жолға қойылған дене шынықтыру ойындары оқу білім алуға бөгет емес. Қайта бойды сергітіп, ойына жәрдем ететін нәрсе. Ғабит Мүсірепов. Бұл бағытта ең басты мақсатым осы ерке сылқым күйін ойнап үйрену болатын. Бірақ бұл деңгейге дейін жету үшін мен қадам-қадаммен домбыраның қыр-сырын үйрендім. Үйренуім қажет күйлерді уақытылы жоспарлап, кейін еркемай, ата толғауы, Хафиз сынды күйлерді толықтай меңгеріп алдым. Дарын мен дағды бағытында музыкалық аспаптардан да басқа өте қызықты заттар бар. Мысалы тоғызқұмалақ сияқты интеллектуалдық спорт түрлері, ән айту, би билеу өнері және де фото, видео өңдеу өнері. Видео монтаж саласына да мен өте қатты қызығып, осындай тәріздес видеоларды жасай бастадым. Соның арқасында YouTube және де TikTok желісінде небәрі 2 айдың ішінде 30 мыңға жуық жазылушысы бар аудиторияны жинай алдым. Ұлттық мұра бағыты бойынша халқымыздың салт дәстүрін, тарихын тереңірек зерттеуге жөн көрдім. Қазақ халқының рухани және де материалдық мәдениеті, киіз үйі, қазақ халқының ұлттық тағамдары және де ұлттық киім кешендері сынды тақырыптарды зерттеп, соған арнайы видеолар жасаған болатынмын. Осы тұста қалай мұның барлығын үлгердің деген сұрақ туындауы мүмкін. Сол сұраққа жауап алу үшін біз кітап оқу бағытына шолу жасайық. Осы бағыт бойынша мен 6 кітапты толықтай оқыдым. Абай жолының 4 том кітабы қағаз түрінде және де Time Management шахмат новелла атты 2 кітапты электронды нұсқада телефон арқылы оқыған болатынмын. 21 күнде әдет қалыптасады демекші 3 ай бойы кітап оқығаннан бұл тіпті күнделікті әдеттерінің біріне айналып кетті. Өйткені кітап оқу арқылы басқа адамдардың өмірлік тәжірибесін өз бойыңа сіңдіре аласың. Айналаңа көзқарасың өзгеріп, жаңа қабілеттер пайда болғанын байқай бастайсың. Ал ең басты қабілет ол уақытты тиімді пайдалана алу. Сондықтан мен әр затты қадам-қадаммен жоспарлап осындай нәтижеге жетіп отырмын. Осы бойынша сіздерге Kaizen және де Time Management атты 2 кітапты оқуға кеңес беремін. Өзіңді дамыту, өзіңе көмектесу ол керемет. Бірақ қоршаған ортаға, айналаға көмектесу, адамдардың алғысын алу ол мүлде өзгеше күшті сезім. Қорытындылай келгенде бұл жоба маған рухани жағынан қатты әсер етті. Менің ойымша осындай даму үрдісінде жүрген адам өзін ары қарай да жетілдіргісі келе береді.
Мұның барлығы өз қолымызда. Сондықтан арман мақсаттарымызды іске асыратын уақыт келді. Қадырханов бауыржан Жанадұлы бастап келеді. Қадырханов бауыржан Жанадұлы марапатталады.